Добрый день, меня зовут Галымжан. Я являюсь выпускником Казахского агротехнического университета, а также Миланского университета. Закончил двудипломную программу в 2020 году. Хотел бы поблагодарить наш Казату за предоставленные возможности, а также пожелать успехов и процветания в научной и образовательной сфере. Сейчас наш университет входит в топ университетов Казахстана, и хотелось бы, чтобы это продолжалось всегда, и мы занимали только первые места. По обучению в Милане хочется сказать, что данное обучение дало нам большой шаг в развитии, не только в профессиональной сфере, но и в жизненной, так как наш кругозор увеличился, и тем самым мы приобрели богатый жизненный опыт. Меня зовут Куаныш, я являюсь выпускником Казахского агротехнического университета имени Сакена Сейфуллина. Хочу выразить благодарность нашему университету, также нашей кафедре информационной системы за предоставленную возможность поступления в Миланский университет за двудипломную программу. Во время обучения мы получали поддержку также как от нашего университета, руководителей и нашего университета. Всем спасибо. Барлықтарыңызға сәлем. Мен Асылханова Айдана, ақпараттық жүйелер кафедрасының магистрантымын. Осы университетке екі дипломдық бағдарламамен студенттерді жіберу мүмкіндіктеріне рахмет айтамын. Және де сапар жалпы өте ұзақ болмағанына қарамастан, мен осы бағдарлама бойынша басқа елге барғаным үшін өте қуаныштымын. Және де барлық біздің кафедра оқытушыларына үлкен алғысымды айтамын. Меня зовут Шукирбаев Нуржан, я магистрант кафедры информационных систем. И благодаря программе нашего университета я поступил в Миланский университет, ЮНИМИ. В этой поездке я получил большое количество новых навыков благодаря работе с профессорами, с докторами данного университета, к примеру, Винченцо Пьюри, Стефано Феррари и так далее. Также благодаря предоставленным нам доступом к лабораториям, библиотекам мы получили большое количество навыков именно по стандарту на базе европейских университетов, и за что я благодарен нашему университету. Сәлем, мен Қазақ агротехникалық университетінің магистрі Бегдазым Жансая Шамшиденқызы. Осы жоғарғы оқу орнына шетел асып, білімімді шыңдау мақсатында көрсеткен үлкен мүмкіндіктер үшін алғыс айтқым келеді. Қос дипломды бағдарлама менің өз ісімнің маманы атануға және де жарқын болашақ есігін ашып беретін үлкен құрал болды. Шетелде өткізген ұмытылмас сәттер үшін, үлкен жинаған тәжірибе үшін Казату саған рахмет. 2014 жылдан бері осы Сакен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті мен Милан университеті, яғни Италияның Милан университеті арасында келісімшарт жасалды. Бұл келісімшартқа сәйкес біз магистратура бағдарламасы бойынша екі жақты қос дипломды бағдарламаға қол қойдық. Қазіргі уақытта бұл бағдарлама біздің кафедрада жан-жақты жүріп жатыр. Соның бір айғағы бүгін біздің кафедраны бітірген, сондай Милан университетін бітірген 5 магистрант қос дипломды бағдарламасы бойынша 2 дипломға ие болды. Осы магистранттарды құттықтаймыз. Жалпы бұл бағдарламаның орындалу барысында 2019 жылы басталды. Милан университетінің талабы бойынша магистранттар негізінде ағылшын тілінен тест тапсыру керек. Сондай-ақ олардың білім деңгейлері өте жоғары болу керек. Осыған орай мен қазіргі кезде бакалавриатты бітірген барлық түлектерді біздің кафедраға оқуға, соның ішінде ақпаратты жүйелер мамандығы бойынша магистратураға түсуге шақырам. Бұл деген өте үлкен мүмкіндік сіздер үшін. 2019 жылы біздің университеттен 5 түлек қос дипломдық бағдар арқылы шетелге Милан университетіне барған болатын. Оның алдында 2018-19 жылдар аралығында 4 магистрант, және де 2020 жылы, қазіргі жылы тағы 5 магистрант осы бағдар бойынша білім алып жатыр. Бірақ карантинге орай, ол 5 магистрант бізде қазіргі таңда Zoom арқылы білім алып жатыр. Және де осы магистранттарға, білім алушыларға айтарым, осы бағдар бойынша тағы да тырысып Милан университетіне түсулеріңізге тілектеспін. Себебі бұл бағдар және де осы университет арасында алғатын қос дипломдарыңыз сіздерге көптеген мүмкіндіктер береді.